армысыздар, құрметті әріптестер. Мен номер 15-ші Менделеев атындағы мектеп лицейінің химия пәні мұғалімімін. Бүгін сіздерді химия есептерін шығару әдістері атты авторлық бағдарламаның жоспарымен таныстырғым келеді. Бұл авторлық бағдарламаның мақсаты химия есептерін шығару арқылы оқушылардың ой өрісін арттыру, теориялық білім мен тәжірибе арасындағы байланысты жүзеге асыру, оқушылардың химиялық қисынды ойларын өрістету болып табылады. Екінші, білімдерін іс жүзінде қолдануға мүмкіндік жасау, табандылық, іскерлік, ізденгіштік, еңбексүйгіштік қасиеттерін қалыптастыру, оқушылардың танымдық және интеллектуалдық қабілеттерін дамыту, оқушының жеке қызығушылық мүмкіндіктерін ашу, функционалдық сауаттылығын қалыптастыру болып табылады. Бағдарламаның міндеті бұл жаттығулар мен есептер шығару барысында оқушылардың ойлау қабілеттерін, танымдық қабілеттерін, химия пәніне деген қызығушылығын арттыру болып табылады. Өздігінен істейтін жұмысты орындаудың әртүрлі әдістеріне үйрету және салыстыру нәтижесінде қорытынды жасау, логикалық ойлау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқушының жеке интеллектуалды дамуы, бойындағы мүмкіндік деңгейін анықтау, жалпы рухани дамуын, танымдық белсенділігін арттырып, шығармашылық әрекеттерін дамыту міндетіне жатады. Жалпы авторлық бағдарламаның жаңалығына бұл оқу бағдарламасында көрсетілген оқу мақсаттары негізінде Блум таксономиясындағы ойлау мен танымның барлық деңгейлерінің қамтуымен ерекшеленеді. Бағдарлама оқушылардың бойындағы қажетті дағдыларды қалыптастырып қана қоймай, оқушылардың есеп шығаруын тиімді ұйымдастыру көзі болып отыр. Оқушылардың білім сапасын арттыруына өзінің ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Өйткені бағдарламада Блум таксономиясының барлық деңгейлері қамтылған. Бағдарламаның ең өзектілігіне бұл жерде химия есептерін шығару әдістері электив курсына жасалған бағдарлама оқушының тұлғалық дамып, жан-жақты кемелденуіне әсер етеді. Бағдарлама химиялық есептерді шығаруда түрлі әдіс тәсілдер ұсыну арқылы мақсатқа жетуді көздейді және жетелейді. Оқушы интеллектісі мен сыни ойлауын жетілдіруде осы оқу мақсаттары негізінде қалыптасып, дағдыларға икемделіп, бәсекеге төтеп бере алатын тұлға қалыптастыруға негіз бола алады. Күтілетін нәтиже алдына мақсат қойып, оған жету жолында тынымсыз ізденіп, ойы кең, шыдамды, алғыр, жан-жақты дербес тұлға тәрбиелеу нәтижесі болып табылады. Жалпы курстың мазмұны бірнеше тарауларға, сағаттарға бөлінген. Бұның ең біріншісіне бұл химиялық есептерді шығарудың жалпы әдістері 8 сағат бойына қамтылады. Екінші қоспаларға арналады, яғни заттардың қоспасына есептер шығаруға 3 сағат бағдарланған. Ал ерітіндіге байланысты есептер шығару 5 сағатқа жоспарланса, химиялық формулаларды табу 3 сағатқа жоспарланған. Химиялық реактор жылдамдығына байланысты 2 сағат, маңызды бейметалдар мен олардың қосылыстарына 3 сағат, маңызды металдар мен олардың қосылыстарына 4 сағат, органикалық қосылыстарға 4 сағат жоспарланған. Жалпы бағдарлама 34 сағатқа жоспарланған. Сол жоспар барысында Блум таксономиясына негізделген және сол 34 сағатты толық өтіп шыққан кезде бала химия есептер шығару әдістерін меңгеріп, білім сапасы артып, шыдамды, табанды, функционалды жағынан сауатты бала тәрбиеленіп шығады деп ойлаймын. Бұл авторлық бағдарлама 9-шы